Баршаңызға сәлем оқырмандар. Бүгін сіздерге өте дәмді мампар тамағын үйрететін боламын. Үлкендер мен балалар сүйсініп жейтін болады. Ең алдымен каналыма жазылып, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Алдын ала жуып тазалап алған картопымызды, сәбізімізді, пиязымызды дәл осылай төртбұрышты етіп турап шығасыздар. Видеодағындай. Пиязды да дәл солай төртбұрышты етіп турап аламын. Енді өз қалауларыңыз бойынша турай бересіздер. Және де кез келген сиыр еті, қой етін алып, осылайынан төртбұрышты етіп турап шығасыздар еттеріңізді бір келгі етіп. Сәбіз, картоп, пияз етімізді турап алғаннан кейін перісімізді де турап аламыз. Менде алдын ала мұздатқышта қатырып қойған перістерім, соны турай салып жатырмын. Сіздер свежий күйінде де қосып турай бересіздер. Түрлі түсін қоссаңыздар, өте тамақтарыңыз әдемі көрінетін болады. Енді қазанымызға сұйық майын құйып, кішкене қыздырып аласыздар да, одан кейін етімізді салып, екі бетінде аударып, араластыра отырып қуырып аласыздар. Етімізді жақсылап қуырып алғаннан кейін пиязымызды салып, екеуін бірге қуырамыз. Пиязымыз уже кішкене жұмсарып қуырылғаннан кейін ары қарай перісімізді салып, оны да жақсылап қуырамыз. Одан кейін картопымызды, сәбізімізді де бірге салып, оны да жақсылап бір араластырып қуырасыздар. Қуырып алғаннан кейін томат пастасын саламыз. 2 ас қасық томат пастасы жетеді. Одан кейін дәміне қарай дәмдеуіштер қосасыздар. Дәмдеуіштердің өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка деген сияқты. Сонымен қатар лағманға қосатын приправаларды да қолдануға болады. Және де тұзын да салуды ұмытпаймыз. Дәмдеуіштерін қосып алғаннан кейін 1-5 минуттай тағы да бір жақсылап қызартып қуырып аласыздар. Осылайынша қызартып бір қуырып алғаннан кейін үстіне салқын суымызды құямыз. Өздеріңіздің адам санына қарай құя бересіздер. Құйған суымыз бұрқылдап қайнағаннан кейін астын баяу отқа қойып, бұқтырып қоясыздар. Жай отта пісе береді. Оған дейін қамырын, мампарын дайындаймыз. Мен қамырын алдын ала жасап, елеп қойғанмын. Мен сіздерге описание бөліміне қамырының не қосатынымды жаза кетемін. Сол жерден көріп, оқып жасасаңыздар болады. Міне қамырымыз дайын. Енді бұны ұнға кішкене осылай сеуіп, домалақ етіп жайып шығасыздар. Қамырын қатты көп илеудің қажеті жоқ. Бір күлше нан жетеді. Қамырымызды жұқалап жайып алғаннан кейін осылайынан ұзын-ұзын етіп турап аласыздар да мен сияқты видеодағындай төртбұрышты етіп кесіп шығасыздар. Оқырмандар, сіздер маған тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, маған тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда көптеген сіздерге пайдалы видеолар бар. Кешкі ас жасау, түскі ас, және сонымен қатар торттар, пирогтар, неше түрлі салаттардың түрлері де бар. Міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Сол кезде менің жаңадан салған видеоларым сіздерге ең бірінші болып көрінетін болады.
Мамбар тамағымыздың қамырларын турап дайындап алдық. Енді қайнап тұрған қазанымызға салатын боламыз. Қамырымызды салмас бұрын тамағымызға осындай кептірілген сухой чесногымызды салып, одан кейін укропты салып жіберсеңіздер, тамақтарыңыздың дәмі ерекше болатын болады. Енді осылайынан қамырымызды салып шығасыздар да қасықпен жақсылап бір араластырып жібересіздер, жабысып қалмау үшін. Қамырымызды салып алғаннан кейін 15-20 минуттан кейін қамырларымыз пісіп шығады. Тамағымыз да дайын болатын болады. Осымен біздің мамбар тамағымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Отбасыларыңыз сүйсініп жейтін болады. Маған тіркеліп, лайк басып, қоңырау батырмасын басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздердің әр жазған комментарияларыңыз мен үшін маңызды. Сонымен қатар достарыңызбен бөлісіп, поделиться батырмасын басып, таратып қойыңыздар. Сау болыңыздар.